Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге кез келген тағаммен жей беретін салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Өте дәмді әрі оңай. Бізге осындай 500 грамм ақ капуста керек, яғни 40 қабат. Майдалап, ұзынша етіп, жұқалап турап аламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз. Осылай жұқа етіп, ұзынша етіп турап аламыз барлығын. Дәміне қарай кішкене тұз саламыз. Мен жарты шай қасық салдым. Сосын қолмен осылай мыжып капустамыздың, яғни кішкене суын шығарамыз. Капустамыз кішкене басылуы керек. Бізге енді осындай 2 сәбіз керек. Теркадан өткізіп аламыз. Өткізіп алды. Менде осындай майда сарымсақ 4-еу. Егер де сіздерде сарымсақ ірі болатын болса, 2 сарымсақ та жеткілікті. Енді көкшөп. Көкшөп өз қалауларыңызша, мен укроп, петрушка қостым. Мына керек емес ұзынша таяқтарын алып тастадым. Тек жапырақтарын ғана осылай турап шықтым. Енді дәмдеуіштеріміз саламыз. Мен сәбіздің приправасын салдым. Сәбіз салатының 1 шай қасық, сосын кориандр. Кішкене ғана кориандр салдым. Енді осының үстіне, яғни сарымсақтың приправаның үстінен қызып тұрған сұйық майымызды құямыз. Бізге осындай айсберг капустасы керек. Бұл жұмсақ болады. Сол себепті дәл осылай қолмен жұлып саламыз, жыртып. Барлығын осылай жыртып салып болған соң, қатты мыжбай араластырамыз салатты. Яғни айсберг капустасы мыжылып кетпеуі керек. Астын кішкене қопара отырып араластырамыз. Дәл осындай. Өте дәмді әрі әдемі болады түсі де. Өте пайдалы денсаулыққа, кез келген тағаммен қосып араластырып жеуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.